қарсыласы 27 жастағы Қазақстандық Ақтөбе қаласының тумасы Нұрбек Абдрахманов. Бұл жекпе-жекте аса бір тартысты айқастардың бірі болмақ. Бұған дейін Найза лигасында бірнеше жекпе-жек өткізді. Және осы соңғы турнирінде, Алаш Прайд 73 турнирінде Тұғынал Абдуллаевты жеңген болатын. Және оның алдында Мададжал Хасани, яғни NFC турнирі аясында 35-те, ол 2021 жылы. Оның алдында Магомед Кадиевтен ұтылған еді. Осы қатарынан 2 жеңістен кейін бүгін 3-ші айқасына 42-ке қайта оралып отыр. Нұрбек Абдрахманов қызық жекпе-жек күтеміз. Екеуінің жасы. Сонымен ханымдар мен мырзалар, құрметті Найза ТВ YouTube арнасының көрермендері, бүгінгі турнирдің негізгі бөлімін бастаймыз! Келесі жекпе-жек жартылай жеңіл салмақта өтеді. Ендеше қош жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышы, оның кәсіби рекорды 6 жеңіс, 2 жеңіліс, бойы 175 сантиметр, салмағы 65-те 800 келі. Баку қаласы, Әзербайжан, Хазар Рустамов! Келесі кезекте оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. Оның кәсіби рекорды 5 жеңіс, 2 жеңіліс, бойы 184 сантиметр, салмағы 65-те 800 келі. Ақтөбе қаласы, Қазақстан, Нұрбек Абдрахманов! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Рефери Ақтілеу Әскербайұлы тиісті нұсқауларын бергеннен кейін байқасымыз басталады. Қазір гонг үнін естігеннен кейін әрі қарай жекпе-жегімізді тамашалайтын боламыз. Бұл негізгі бөлім мейн-карттың алғашқы жұбы. Абдрахманов және Рустамов. Қазақстан және Әзербайжан. 65,8 келі салмақ дәрежесі. Абдрахмановтың қарсысына қарағанда аяқ-қолдар ұзын. Бұл енді бұл да тартыс жекпе-жектердің бірі болады. Мінекей Абдрахмановтың алғаш соққысын көріп отырмыз. Әзербайжандық жауынгердің қырғидай түйген көзін, қабақ түйген көзін көріп отырмыз қазір. Сегіз бұрыштың ортасына Рустамов қожалық еткенімен Абдрахмановтың қоршылан бір болып шабылдаған тамаша міне алма-кезек соққы. Қауіпті болды. Өте жақсы. Абдрахмановтың лезде жауап қатқан сәті. Аяқ-қолының ұзындығы басты қару еді, және аяғы басты көзірі. Бұл айқастағы өте қауіпті Рустамовтың соққысынан кейін теңселе құлай кеткен Абдрахманов жанталас сәтке түсуде. Қазір аяғы тұрып кетпей тұрысты. Аян қалып жатқан жоқ. Жеттер алғашқы минуттарда. Ойбырмай. Мына жекпе-жек Жалын мырза, бұл енді шынайы эмоцияға толы айқас болып отыр. Расында алғашқы секундтардан-ақ. Керемет. Абдрахмановтың аяғы әзірге басты қаруы. Рустамов үшін қысқа қашықтықта ұрыс салған әлдеқайда тиімді тәрізді. Тамаша. Өте жақсы. Нұрбекке кішкене сақтық керек. Қорғанысты ұмытуға болмайды. Рустамов қауіпті. Босаңсымау керек. Рустамов бұқа сияқты басын бұғылап тұрып келеді екен. Алға ентелей түсіп, әрбір ұтымды сәтте ұрып қалуға тырысады. Тағы бір соққы әзербайжандық жауынгердің орындауда. Абдрахманов өзінің қашықтығын таба алмай жүргендей қазіргі таңда. Тамаша. Нұрбек, намысты қолдан берме.
Осылай қарсыласының аттығын басып қою керек тәрізді Нұрбек үшін. Тамаша. Ей, Азамат! Енді ғана өзінің бір толқынын тапқандай, Қадырахманов жинақ шабылай бастады. Сәті келсе қашу керек, соққыдан. Оның еш әбестігі жоқ. Ұяты жоқ. Қашып құтылайық. Артынан қайта атака жасаймыз. Қарымта шабу. Өткен Рустамовтың қарқынын көрдік. Соққылар қауіпті. Өзіңіз айтқандай, Нұрбектің қазір айқасқа құрған жоспары қандай екендігін дөп басып айтуымыз қиын болып тұр, өйткені Қадырахмановтың әзірге қорғануға көшкен сәтін тамашалаудамыз. Ой, молодец, әдемі, молодец. Рустамов бір қалыпты қимылдауда қазір. Демек, уақыттан бұрын аяқтауға бір соққысын дайындап жүргендей. Әзербайжандық жауынгер. Қанша дегенмен аяқ өткізуге тырысқан еді. Қауіпті қазір. Өте қауіпті жағдайлар болуда. Құрметті телекөрермендер. Рустамовтың осы бір оқыс қимылдары Қадырахмановты сәл де болса атырытып. Азамат Нұрекей. Асықпай енді. Шығу керек арқа қарай толыққанды, әрі текімді әдісінің бір шеті көрінеді ме бұл тұста. Уақыт жетпей қалуда бек мүмкін. Бірақ раунд соңындағы басымдық ол Қадырахмановтың еншісінде. Рустамов берілетін емес, тіпті Қадырахмановтың әрбір ұмтылысына лайықты тосқауыл қоя білуде. Раунд аяқталды. Бұл раундтың қорытындысын айтып жіберсеңіз, сіз күткен сценариймен өрбіді ме әлде? Бір тосын сыйлар болды ма? Тосын сыйлар болды десе де, әзербайжандық жауынгер физикалық тұрғыда өте мықты екенін өзімізде көріп отырмыз. Бұл жаңалдегі өзбекстандық жауынгерде, әзербайжандық жауынгерде бұлар азаннан кешке шейін тас көтере бере, міне денелерінің бәрі айналып кеткен. Міне енді оған қарамастан Нұрбектің оңай шағыла қоймас екенін өзі көрсетуде. Тамаша өнер көрсетіп жатыр. Екінші раундты күтейік. Тартысты жекпе-жек болып жатыр. Өте керемет болып жатыр. Енді бірінші раундтың жалпы қорытындысы төрешілердің қағазына түскен бір тиісті ұпай санын қазір енді дөп басып айту қиын расында. Бірақ екінші кезең шешуші болатын сөзсіз. Өйткені мынадай қарқынмен ұласатын болса, бұл жекпе-жек уақытынан бұрын аяқталуы әбден мүмкін. Екі жауынгерде әлі де тың көп күш жігерін сарп ете қойған жоқ. Қимылдарда ширақ. Қадырахманов енді ойнақтап қимылдауға көшті қазір. Бір сызықтың бойында бір орында тұрып қалса, Рустамовтың дәлде бір ауыр соққысы келіп кейпін біледі. Әрине, бір орында тұрмау керек. Өте жақсы. Тамаша. Бауырдан. Осы бір соққылар еді. Қауіпті. Өте қауіпті. Я сен ұрасың, я сен ұрады. Дегендей. Әлбетте. Өте жақсы. 8 бұрыштың ішіне кіргеннен кейін ешкімді сипап жібермесе керек. Маңдайына сипап қарсы алмайды дейсіз. Ешкім. Сөзсіз Нұрбектің
қазір күреске кіріп жатқан көріп жатырмыз. Енді бір тіземен тепкен. Шынтақпен сойып салған сәтін көрдік. Қанжардай осып өтті Рустамовтың. Рустамов үшін бұл қолайсыз, бұл соққылар. Қарқынын тағы да басу керек тәрізді. Ішке аяғына соққын көбірек жұмсайтын болса Қабдрахманов Рустамовтың қимылы баяулайды. Одан кейін жартылай жаралы Азамат. Тамаша. Рустамовтың байқадың ба, Серік мырза? Жылдамдығы бәсеңдеген сияқты. Бәсеңдеген сайын Қабдрахмановтың асығы алшы түсе бастағандай. Нұрбек онда түсінді. Тамаша. Осы көбінесе ішке бағытталған соққылар. Қабдрахмановтың жеңіске бастар жолының бірі сияқты. Сырт көзге қарағанда шындығында физикалық дайындық көп жағдайда көп нәрсені шешеді. Қабдрахманов өзінің толқынын тапқанда енді еркін қимылдай бастады. Әрі қашықтығын өзіне қолайлы қашықтықта тұр. Бұл қашықтықтан Рустамовтың бақтайтын соққыларының көбі ауаға кетті. Өте қауіпті және өте қауіпті. Жанды жерге тиген екен бұл соққы. Енді тыныстап алуға да бір мүмкіндік. Жанды жерден ой сұрақта соққан екен. Жаңа бірінші раунд өзіңіз айтқан. Қайталауды көрейік. Өгіздей ялға ентелеп тұрған Рустамовтың қазір енді аптығы сәл болса басылғандай. Нұрбек Қабдрахманов. Нұрбектің тыныс алысы ширақтау көрінеді. Жоқ соққылар қауіпті. Жоқ енді бұл. Демек қазір енді Әзербайжандық жауынгер ұзақ уақытқа тұрып қалды. Ауырлау тиген тәрізді мына соққы. Жекпе-жекке дайынмын деді. Енді көрейік. Осы демалыстан кейін қандай өнер көрсететін. Ой, Азамат. Жақсы. Міне, Қабдрахман. Өз басымдығын осылай бір сәттерде шегелей түсуі қажет. Тағы бір айкейіп қараңдаршы. Қорғанысқа келіп дегендей болды, бірақ Рустамовтың иегіне де дәл жетті. Екі соққы. Ей, Азамат. Қайталаш соны. Қауіптар көп болды ма? Астан көтеріп ұрған сәті Рустамов. Осындай сәттерде Қазақстанды жауынгерге көз жазып қалмаса болғаны ауыр соққыларынан. Қалған тұста қашықтықты өте сәтті пайдалануда. Тізе. Қабдрахмановтың тізесі қауіпті. Арагідік қана бір сұрат қылышта тізесін іске қосып қояды. Қабдрахман өте сауатты төбелесіп жатыр. Өте сауатты төбелесіп жатыр. Енді бірінші раунд өткізіп алған соққылардан кейін еш жинады. Бұл енді сөзсіз мақтауға тұрарлық. Құлалай ұруға тырысады Рустамов. Әттен қол жете бермейді. Партірге ауыстырғысы келеді ме? Жекпе-жектің бағытын Қабдрахманов бақылаушы позициясында ұтымды қимылдауда қазір. Жалпы екінші раунд барысында Рустамовтың тарапынан аса бір жеңісті бола алған соққыларды өте сирек көрдік. Екінші раундта Қабдрахманов Нұрбек өте сауатты төбелесуде. Біріншіден, екіншіден соққылардың көбісін дөп тигізіп жатыр. Міне көріңізші.
шынтақпен ұрғандарын ұрамыз. Өзіңіз айтқандай өгжеде шаршатуға болады ғой. Әрине. Әдісін тапсаң. Ебін тапсаң енеңмен де сөйлесесің дейді ғой. Өте жақсы, иә. Бұл енді қазір екінші кезең аяқталды. Екі жауынгерге де оңайға соғып жатқан жоқ бұл айқас. Қазір бейне қайталау сәті. Нұрбек Абдрахманов бұл сәттердің барлығында үздік шықты. Және шабуылдары бірлі жарым соққылардан тұрған жоқ. Көп жағдайда бір кем дегенде 2 және 3 соққыдан құрылған комбинациялық шабуылдардың арқасында Абдрахманов өзінің басымдығын сай шегелей түсуде. Әзірге жеңістің көші қазақстандық жауынгердің ауылына қарай беттеп барады. Десек толыққанды негіз бар, бірақ Әлі кішкене ертерек. иә, өйткені біз Үшінші раунд бар. Енді Рустам тізімнен сызып тастай алмаймыз ғой. тізімнен сызып тастауға мүлдем болмайды. Соңына дейін төбелесетін жауынгер екені көрініп тұр. Ал Нұрбек енді сәттілік. Үшінші кезең басталды. Міне. Алғашқы соққы Рустамдың тарапынан. Осылай ішке сыртқа әсіресе лоу-кик бұл шындығында Рустамдыққа тұсау болатын бір әдістердің бірі. Қақпалдан Абдрахманов дәлде тамаша ұрды. Рустамдың жанталасқа түскен сәті. Міне шешуші раунд. Бұл жекпе-жек осындай қашықтыққа ұласады деп шындығында кім ойлаған? Бұл өйткені көптеген кісілердің жалпы болжамында бұл айқас уақыттан бұрын аяқталуы тиіс еді. Дегенмен алда әлде 4 минут уақыт бар үшінші кезеңнің аяқталуына. Абдрахманов дәл екінші раундтағыдай ойнақтай басып қазір. Кірісті, тамаша. Осылай ту сыртына шыға келіп, енді қолын байлап өзінің бір қылғындыру әдісін сәтті орындап жіберсе, Тақымын қысып ақбоз атқа мінгендей болды ғой. Ақбоз ат әлде асау тәрізді кішкене, біраз жуасты. Енді бас білдіретті қазір ақырына. Жақсы, Нұрбек Абдрахманов қазір бір әдісінің шетін шығарғандай болды, бірақ соққыларды да қосу керек деген өз бұрышынан естіліп жатқан бір ақыл кеңестері. Рустамов тек қорғанысқа ғана назар аударуда, сытылып шығып кететіндей бір мүмкіндік жоқ қазір әзірбайжандық жауынгердің. Нұрбектің бір қолын байлап ұстап отыр Рустамов. Ол қолды жіберсе, басына қара бұлт төнетінін біледі. Әрине. Мынадай қысымға төтеп беру шындығында Рустамовтың өжеттілігін, төзімділігін білдіреді. Ұпай жинап қалу керек. Әрбір сәтте екі жауынгер де шаршады. Нұрбек Абдрахманов қазір қылғындыру әдісіне көшуде. Рустамов райынан қайтатын емес.
берлісі жоқ күні бұрын ақырына дейін шыдап бағады. Өйткені мынадай жауапсыз соққылардан кейін жігері сынбаған жігітті сөзсіз мақтауға тұрады. Қабдрахманов өзі шаршаса да үшінші кезеңнің соңғы минутында ақтық бір күшін салып қазір тағы бір мәрте қайталап көре ме? Қылқындыру әдісін жасауда жоқ. Рустамов жанталасып бағуда. Қарсыласының кеудесіне қона кетті. Рустам Қабдрахманов енді шынтақты қосып көрсе шіркін. Шынтағы жақсы өткен еді бұған дейін. Қабдрахмановтың. Жетем екен. Керемет әдісін шет шыққандай болды. Ақырына дейін орындай алады мәре уақыт жетегімен Нұрбек Қабдрахманов үшін. Тамаша! Жекпе-жек аяқталды. Азамат, телефон. Ерекше әдіс. Осылайша Нұрбек Қабдрахмановтың шалған қоңырауы Әзербайжанға бақылға жетті. Ерекше әдіс. Қазбаштасқа десей. Әзербайжандық жауынгер. Сонымен үшінші раундта қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен Нұрбек Қабдрахманов!